Баршаға сәлем достар, әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамид Official YouTube арнасы назарларыңызда. Бүгін канадалық хитмейкер, әнші, продюсер, актер, қыздардың сүйіктісіне айналған Джастин Бибер туралы ақпарат беретін боламыз. Джастин шоу-бизнес әлеміне тым ерте келіп, бірден жұлдызы жанған музыкант. Алайда танымал болғаннан кейін оның өмірінде қиын сәттерде орын алған. Осы видео арқылы барлығын айтамыз. Ал сіздер арнамызға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Джастин Дрю Бибер 1994 жылы 1 наурызда Канаданың Онтарио қалашығында өмірге келген. Оның анасы Патриция Маллет Джастинге 2 қабат кезінде небәрі 18 жаста болған. Әкесі Джереми бұл кезде басқа елмен тұрса да баласының тәрбиесіне көңіл бөлген. Джастин 3 жастан бастап музыкаға қызығушылық танытқан. Бастапқыда пианино, барабан, кейінірек гитара үйрене бастайды. Онымен қоса футбол, баскетбол, хоккей, тіпті гольфта ойнауды үйренеді. Мектепте де белсенді болған Джастин 12 жасында балалар арасында ән байқауда гитарамен ән айтып, 2-ші орынға ие болады. Уақыт өте гитарамен ән айтқан видеоларын YouTube желісіне сала бастайды. Көп ұзамай Питер Браун есімді менеджер оның видеоларын көріп тамсанады. Питер Джастиннің анасымен сөйлесіп, дауысын тыңдап көруге зорға көндіреді. Осылайша Джастин Бибер Питердің арқасында әнші Ашермен танысады. Ашер оған музыкалық продюсер болады. Көп ұзамай Джастинді Атлантаға шақырып, демозапистер жаздырады. 2009 жылы Джастиннің One Time атты алғашқы әні жарыққа шығады. Бұл музыка Канаданың топ чарттарында жоғары бағаланды және бірнеше елдерде хитке айналды. Сол уақытта әнші My World, яғни Менің әлемім атты алғашқы альбомын сатылымға шығарады. Ән жинақтағы бірнеше әндер өз тыңдармандарын тауып, сатылымы жақсарады. Сонымен қатар Billboard чартында альбомдағы 7 әні бірден хит болып жайғасады. Ал оның ән жинағы платиналы статусқа ие болады. Танымалдылық пайда болған тұста әншіні түрлі телевизиялық шоуларға, концерттерге жиі шақырады. Тіпті сол кездегі ақш-тың президенті Барак Обаманың отбасымен жаңа жыл кешінде бірге ән шырқайды. Бір жыл ішінде тез танылып кеткен әнші 2010 жылы Менің әлемім атты альбомның 2-ші бөлімін жарыққа шығарады. Ән жинақтағы Baby әні сәтті шығып бірден хитке айналады. Көп ұзамай осы әнге бейнебаян түсіреді. Бір қызығы осы клип әлі күнге дейін өте көп талқыланатын және ең көп қаралым жинаған видеолардың бірі. Екі альбомды жарнамалау мақсатында 2010 жылдың жаз айында Джастин ел аралап концерттік турлар өткізеді. Ал жеке өмірінде әнші Селена Гомеспен кездесіп жүреді. Бұл жағдай әншінің жанкүйерлері үшін шок жаңалық болды. Өйткені Джастиннің тыңдармандары көбіне қыздар еді. Тіпті кейбірі қызғанып, Селенаның жекесіне түрлі балағатты сөздер жазған. 2011 жылдың көктемде Джастиннің өнеріне байланысты ешқашан жоқ деме, ешқашан деген атаумен биографиялық документалды фильм жарық көреді. Бұл фильм Джастиннің шығармашылығы және концертінен алынған кадрлардан құралған. Аталмыш фильм $30 миллион табыс табады. Көп ұзамай әнші қылмыс болған жер деп аталатын сериалда жасөспірім жігіттің рөлін сомдайды. Сол жылы әйгілі Forbes журналының ақпаратына сәйкес Джастин Бибер ең жас табысты артист болып саналады. Яғни ол бір жылда $53 миллион табыс тапқан, яғни небәрі 17 жасында миллионер атанады. Джастин Бибер 2012 жылда көпшіліктің назарында болды. Оның альбомдары 2 жылда 15 миллион нұсқада сатылып рекорд жасайды. Одан бөлек әлемнің 20 елін аралап 100-ден аса концерттер береді. Нәтижесінде $150 миллион табыс табады. Бұл қаражат 18 жастағы Джастин үшін үлкен жетістік екені рас әрине. Сол жылы әншінің Believe атауымен 3-ші ән жинағы шығып 370 мың нұсқасы сатылып кетеді. Бұл жолы әнші Биг Шон және Дрейк секілді жұлдыздармен дуэттер жазады. Альбомның таныстырылымы ретінде 10-ға жуық елдерде концерттер береді. Оның гастрольдік турлары 1 жылға созылып, 2013 жылы аяқталады. Айтпақшы, бұл уақытта Джастин сүйіктісі Селена Гомеспен айырылысып кетеді. Көп ұзамай Джастин Бибер Believe документалды фильмін жарық көреді. Ақпараттарға сенсек, бұл уақытта Джастин Бибер әлеуметтік желіде ең көп талқыланған жұлдыздардың бірі болды. Жұлдыздық өмір әсер етті ме, бұл кезде әнші есірткіге әуес болады. Тіпті 2014 жылы Майами полициясы есірткі пайдаланып көлік айдаған Джастинді тұтқындайды және $2,5 мың айыппұл салады.
Онымен қоса көлік жүргізушісін ұрғаны үшін тағы да сотталады. Танымал әншінің қымбат көліктерінен бөлек жеке ұшағы да болды. 2014 жылы Нью-Джерси штатының аэропортында әншіні самолет ішінде тұтқындайды, себебі ұшақ салонынан шөптің иісі шығады. Сымбатты жігіт сәтті шыққан альбомдар мен музыкалардың арқасында Грэмми және American Music Awards марапаттарына ие болады. 2015 жылы әншінің What Do You Mean деген жаңа хит әні жарыққа шығады. Оның артынша Purpose деген 4-ші альбомын тыңдармандарына ұсынады. Бұл жолы альбомдағы Sorry, What You Mean, Love Yourself музыкалары хитке айналады. Альбом бір жылда 4,5 миллион нұсқада сатылып кеткен, ал Sorry әні YouTube желісінде 1 миллиард қаралым жинайды. Жалпы Джастиннің Baby әнде миллиард қаралымды артта қалдырған еді. Бұл уақытта Джастин Ксения Дели және София Ричи есімді модельдермен көңіл жарастырады. Кейінірек әнші Ариана Грандамен де кездесіп жүрдеген сыбыстар тарады. Ал 2015 жылы Хейли Болдуин есімді қызбен кездесіп жүргені белгілі болады. Олар бала кезден таныс еді, біршама уақыт кездеспейді жүр, тіпті ара қатынастарын елден жасырады. 2017 жылы Джастин қайтадан Селена Гомеспен кездесе бастайды. Тіпті Селенамен Титаник киносын көру үшін кинотеатрдағы барлық билеттерді өзі сатып алған. Олар ара қатынастарын жақсарта бастағанымен бір жылдан соң қайта айырылысып кетеді. Бір қызығы 2 айдан соң Хейлимен қайта татуласып үйленуге ұсыныс жасайды. Мұны естіген Селена шок болып қалады. Осылайша 2018 жылдың соңында Хейли мен Джастин заңды түрде некелерін қияды. Уақыт өте шағын той жасайды. Бұл тойға әнші 1,3 миллион доллар жұмсаған. 2009 жылы Джастин жаңа әндер жазуға кіріседі. Одан бөлек актер Том Крузды аралас жекпе-жекке шақырып төбелескісі келетінін айтады. Алайда бұл кездесу болмады, мүмкін хайп шығар. Бұл уақытта артист имиджін стилін толықтай өзгерткен еді. Бұрынғы жас бала жоқ, денесіне татулар салып мұрт қойып жүреді. Оның әрбір өзгерісіне жанкүйерлері мен хейтерлері түрлі ауыр сөздер жазатын еді. 2020 жылы Джинжес атауымен келесі альбомын тыңдармандарына ұсынады. Ән жинақтағы Yummy, Джинжес және Intentions әндері карантин уақытында біршама хит болды. 2021 жылы Джастин Бибер, Justик және Freedom деп аталатын 2 альбомын жарыққа шығарады. Бұл жолы Эд Ширан, Халид, Бенни Бланко, Гуаво секілді танымал жұлдыздармен дуэттер жазады. Онымен қоса әйеліне арнап Хейли әнінде альбомға енгізеді. 2022 жылы Джастин Бибер өзінің Instagram парақшасында Рамси Хан дертімен күресіп жатқанын айтады. Яғни оның бір беті толықтай істемей қалған, көзі жұмылмайды, шағын сор қашады. Негізінде әнші осы уақытқа дейін түрлі ауруларға шалдыққан еді. 2018 жылы ол лайма деген аурумен күрессе, 2020 жылы мононуклеоз деп аталатын инфекция бар екенін хабарлады. Қазір әншінің жалпы табысы 300 миллион доллардан асады. Джастин музыка, альбом, концерттерден бөлек жарнамалардан да қомақты табыс табатыны белгілі. Ол Calvin Klein компаниясының іш киімдерін жарнамалау үшін 10 миллион доллардан жоғары сыйақы сұраған. Жалпы жарнамадан жыл сайын 50 миллион доллар табыс табады. Ал концерттік турлардан жылына 250 миллион долларға дейін қаражат жинаған. Одан бөлек сән қойылымдары мен фотосессиялардан алған қаламақысы бар. Джастиннің YouTube арнасы айына 150 мың доллар табыса келеді, ал Instagram парақшасында 300 миллионға жуық жазылушы бар. Оның Instagram'на жарнама беру үшін қалтаңызда 800 мың доллар ақшаңыз болу керек. Әншінің жеке бизнестері де бар, оның жеке брендтік киімдері 50-100 доллардан сатылады. Ал өзі шығарған брендтік парфюмі көп сатылып, 60 миллион доллар табыса келген. Оның туып өскен қаласы Онтариода 5 миллион долларға алған зәулім үйі бар. Сонымен қатар Беверли Хиллстан 8 миллион долларға жаңа особняк сатып алады. Үй ішінде 5 жатын бөлме, 7 жуынатын бөлме, кинотеатр, кітапхана және бассейн де бар. Ал гаражында көз салсақ, ең алғаш Ferrari F4 көлігі мінген. Бағасы 200 мың доллар. Ал 16 жасқа толғанда оған Lamborghini Gallardo көлігін сыйлаған. Одан бөлек продюсері Ашер Джастинге құны 100 мың доллар тұратын Range Rover көлігін сыйлаған. Джастин 18 жасқа толғанда менеджері Fister Karma маркалы жаңа көлік сыйлайды. Мұның бағасы 110 мың доллар. Бұл көлік ерекше, сырты жылтырап алыстан көзге түсетін. Алайда әншінің досы бұл машинаны соғып алады. Джастин Бибер 20 жасқа толғанда миллионер рэпер Брайан Уильямс 2 миллион доллар тұратын қызыл Бугаттиді сыйлыққа береді. Қазір оның ауласында Cadillac сары Lamborghini және Lamborghini Aventador, Ferrari 480 көліктері бар. Ал концерттерге шығатын микроавтобусы да көздің жауын алады. Ішінде барлық жағдай жасалған. Джастин Бибердің самолеті де керемет, жайлы кресло мен алтын түсті столдары да бар.
өзінің жеке стюардессасы және көмекшілері бар. 30 жасқа келген әнші Джастин Бибер шоу-бизнес әлеміне небәрі 16 жасында келіп бүкіл әлемді өзіне қаратты. Алғаш Baby әнмен хит болса, Sorry, What Do You Mean, Yummy, Let Me Love You әндері әлі күнге дейін трендте тұр. Тіпті YouTube'дан миллиард қаралым жинаған. Талантты музыкант 17 жасында миллионер артистердің қатарында болып, қазір қаншама жұлдыздарда басы бозып көш басында тұр. Оның жүріс-тұрысын, киінген әндерін, клиптерін халық ешқашан назарынан шығарған емес, сөз етіп жүреді. Бұл оның арман ет, яғни танымал болуды бала кезден армандаған екен. Достар, Джастин Бибер туралы өз ойларыңызды төмендегі комментарийге жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай өнер жұлдыздары туралы ақпарат күтесіздер, оны да жазыңыздар. Еңбегімізді бағалап, лайк басып, қазақша ақпараттарымызға қолдау көрсете кетіңіздер. Айтпақшы, видео соңында Джастин Бибердің экс-ғашығы Селена Гомес туралы видеоны көрсеңіздер болады. Бұл әншінің өмірі де шытырман оқиғаға толы. Бұл әлемдік танымал жұлдыздар туралы қызықты ақпараттар беретін Хамитов Official YouTube арнасы. Ақпаратты дайындаған, мәтінді оқыған Берік Сабыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.